келерсізінен жаңбырдың қалай пайда болуын зерттейік. Жаңбыр бізде қалай пайда болады? Орманның суынан, өзен-көлдерден, күн қатты ысығанда, сол өзен-көлдерден бу болып жоғары аспанға су көтеріледі. Бу тамшылары аспанда бұлт болып түзіледі. Яғни бу тамшыларынан бұлттар пайда болады. Сол бұлттардан жаңбыр болып бізге қайтадан жерге жауады. Жерге жаңбыр жауғаннан кейін жерде гүлдер, әртүрлі жасыл шөптер, ағаштар жайқалып өседі. Сау болыңдар балалар. Подписаться батырмасын басып, лайк